Сәлеметсіздер ме, құрметті студенттер? Бүгінгі алдарыңыздағы пән анатомия, физиология және дене шынықтыру гигиенасы. Бүгінгі жаңа сабақтың тақырыбы тыныс алудың маңызы, тыныс алу мүшелерінің құрылысы мен қызметі. Бүгінгі жаңа сабағымыздың мақсаты тыныс алу мүшелерінің құрылысы, қызметі, адам өміріндегі маңызын, адамның тыныс алу қызметінің әрекетінің физиологиясымен таныстыру және ақпарат беру болып табылады. Жаңа сабағымызды бастамас бұрын өткен сабақта қан айналу жүйесін өткен болатынбыз. Сіздердің назарларыңызға 10 сұрақтан құралған тест тапсырмасы берілген. Үй жұмысын параграф білім сайтына салып жіберулеріңізді сұраймын, немесе WhatsApp желісіне. Бүгінгі сабағымыздың жоспары тыныс алу, оның маңызы, тыныс алу жүйесі, тыныс алудың кезеңдері, тыныс алу қозғалыстарының биомеханикасы, тыныс алудың реттелуі деген сұрақтар бойынша қарастырамыз. Тыныс алу жүйесінің құрылысы мен қызметі адамның жасына, жынысына байланысты ерекшеліктер болады. Тыныс алу жүйесінің мүшелері қызметтеріне қарай екіге бөлінеді. Бірінші, ауаны сыртқы ортадан ішке және іштен сыртқа қарай қозғайтын тыныс алу жолдары, мұрын қуысы, көмей, кеңірдек және бронхлар. Екінші, түскен газдарды алмастыру процесін жүргізетін мүше өкпе. Бұл мүшелер орналасуы бойынша жоғарғы және төменгі тыныс алу жолдарына болып бөлінеді. Жоғарғы тыныс алу жолдарына мұрын қуысы, жұтқыншақ, ауыз қуысы жатса, төменгі тыныс алу жолдарына көмей, кеңірдек, бронхлар жатады екен. Тыныс алудың маңызы. Тыныс алу дегеніміз ағза және сыртқы орта аралығындағы газ алмасу үрдісі. Тыныс алу жүйесінің қызметі ағзаны оттегімен қамтамасыз етіп, түзілген көмір қышқыл газын шығарып отырады. Тыныс алу оттегіні ағзалар мен ұлпаларға жеткізу, оның жасушалардағы тотығу үрдістерінде пайдаланылуы, сондай-ақ организмнен көмір қышқыл газын шығару үрдістерінің жиынтығы болып табылады. Адамның тыныс алу жүйесіне мыналар кіреді. Бірінші, ауа жолдары, екінші, өкпе, үшінші, тыныс бұлшықеттері, төртінші, тыныс жүйкелері, бесінші, тыныс орталықтары. Көмей ауаны жұтқыншақтан кеңірдекке өткізеді. Көмей іші қуыс түтік, ол мойынның алдыңғы бөлігінде орналасқан. Көмей шемішектер арасында екі дыбыс сіңірлері түзілетін сілемейлі қабаттар болады, ал арасындағы кеңістік дыбыс саңылаулары деп аталады. Кеңірдек ұзындығы 9-13 см, диаметр 15 мм, өңештің алдында орналасатын түтік, сақина тәрізді 16-20 шемішектен тұрады. Кеуде омыртқасы деңгейінде кеңірдек негізгі екі бронхыға бөлінеді. Бронхлар оң және сол жақ өкпеге кіреді. Содан кейін тармақталып, бронха ағыны түзіледі. Ең ұшындағы жіңішке бұтақшалары бронхиола деп аталады. Өкпенің құрылысы. Өкпе кеуде қуысында орналасқан. Оң жақ өкпе 3 бөліктен, сол жақ өкпе 2 бөліктен тұрады. Өкпенің сыртқы дөңес бетін қабырғалар қоршайды, ал ішкі ойыс жүрек жақ бетінде өкпе қақпасы орналасқан. Өкпе қақпасы арқылы артериялар, жүйкелер, өкпе веналары кіреді. Тыныс алу кезеңдері 5 кезеңнен тұрады. Сыртқы тыныс алу кезеңі, өкпедегі газдар алмасу, газдардың қан арқылы тасымалдану, ұлпалардағы газ алмасу және ұлпалық тыныс алу деп 5 кезеңге бөлінеді. Тыныс алудың биомеханикасына келетін болсақ, сыртқы тыныс алу көкірек қуысы көлемінің өзгеруі арқасында жүзеге асады. Өкпе оның соңынан дем алғанға кеңейіп және дем шығарғанда тарылып пассивті түрде ілесіп отырады. Өкпенің негізгі инспирация еттерінің жиырылуы нәтижесінде көкірек қуысының көлемі фронталдық, сагиталдық және вертикалдық бағытта ұлғаяды. Осылайша демалу ол белсенді үрдіс болып табылады.
Жай дем шығару пассивті жүреді. Инспирация еттері босаңсиды, көкірек қуысы тарылады. Белсенді дем шығаруға экспирация еттері қатысады, яғни қосақ еттері, ішкі қабырға аралығы еттер. Бүгінгі сабағымызды қорытындылайтын болсақ, тыныс алу деп организм мен сыртқы орта арасындағы оттек түсіп, көмірқышқыл газының шығарылуымен байланысты жүретін газ алмасу процесін айтады. Адам үнемі сыртқы ортадан қоректік заттарды, суды, оттегін алады. Оттегі адам өмірі үшін аса маңызды. Оттегі ұлпалардағы тотығуға қатысады. Тыныс алу деп мүшелер мен қоршаған ортаның арасындағы газ алмасуды айтады. Тыныс алуға қатысатын мүшелер тыныс алу жүйесін құрайды. Бұл жүйенің мүшелерін екіге бөледі: тыныс алу жолдары және басты тыныс алу мүшесі өкпе. Ауа сырттан өкпеге және өкпеден сыртқа қозғалатын қуыстар тыныс жолдарына мұрын қуысы, көмей, кеңірдек және бронхолар жатады. Мұрын қуысының құрылысы ауа танау арқылы мұрын қуысына кіреді. Мұрын қуысы кеңсірік шемішегі арқылы оң және сол бөліктерге бөлініп, жұп танау тесіктері арқылы сыртқа ашылады. Ішкі жағы жұтқыншақпен қосылады. Көмекей мойынның алдыңғы жағында орналасқан ішкі қуыс шемішекті мүше. Кеңірдек көмекейдің жалғасы, ішкі қуыс түтік пішінді шемішекті мүше. Ол өңештің алдында орналасқан, ұзындығы шамамен 9-12 см, диаметрі 15-18 мм. Өкпе кеуде қуысының қабырғасына жарнаса орналасқан серпімді кеуекті мүше. Өкпеде қан тамырлары көп болғандықтан түсі қызғылт болады. Енді үйге тапсырмаға келетін болсақ, теориялық тапсырма: тыныс алу мүшелері және оның ағза үшін маңызын, балалар үшін тыныс алудың маңызы қандай деген сұраққа қарастырып келеміз. Жұмбақтың шешімін табамыз. Екі шырақтың арасында бір үзім. Келесі тәжірибелік тапсырма: иіс газымен уланғанда алғашқы жәрдем көрсетуге жаттығу, қолдан тыныс алу тәсілдерін үйрену, дауысты жаттықтыратын ең қарапайым жаттығулармен танысу. Үй тапсырмасы бойынша қарастырылатын әдебиеттер: Әмина Күзенбаеваның «Адам анатомиясы», валеология, денсаулық журналдарын қосымша қарастыруға болады, және Петришина, Попованың «Бастауыш мектеп жасындағы балалар анатомиясы, физиологиясы және гигиенасы» деген әдебиеттер бойынша жұмыс жасап үй тапсырмасын орындауға болады. Бүгінгі сабақта назар аударғандарыңызға көп рахмет. Келесі сабақта кездескенше сау саламатта болыңыздар.